Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен Ақмарал Тасболатова, быть делать иметь командасының мүшесімін. Бүгін мен сіздерге неге мен интернетті таңдадым, және де неге мен быть делать иметь командасын таңдадым. Міне осы оймен сіздермен бөліскім келіп отыр. Бүгінгі күні интернеттің біздің өмірімізге кіріп кеткенін көбісі ешкім жоққа шығармайды. Тіпті көпшілік адамдар интернеттің қыр-сырын меңгеріп, яғни игеріп, жақсы табыстарға шығып, және жетістіктерге де жетіп жатыр. Ал кейбір адамдар әрине сенімсіздік танытады. Ол қалыпты жағдай. Көпшілік адамдар офисте азаннан кешке шейін отырады, интернеттен жұмыс жасау керек екенін, тіпті қалай жасау керек екенін де білмейді. Және де көбісі ойлайды, осы интернетте жұмыс жасау үшін бір сарапшы маман иесі болу керек деп. Жоқ, олай емес. Мен де сарапшы емеспін. Мен де сіздер сияқты дәл осыдан 4 ай бұрын солай ойлап отырған ана едім. Мен өзім үйде декретте отырған анамын. Және де білесіздер, декретте отырған аналар болса, әсіресе ақша жетіспейді үйде. Яғни тек қана күйеуіңнің ғана табысы бар. Ол үйдің шығындарына, азық-түлікке кетеді, балаңның шығындарына, ал өзіңе жетпейді. Сонымен мен жетіспегендіктен үйде отырып табыс көзін іздей бастадым. Және де интернетте табыс тауып жатқандардың өмірін бақыладым. Қарадым, бақыладым, және олар өсіп жатқанын да көріп отырдым. Сонымен маған бір ой келді, неге мен де осы адамдар сияқты интернеттен табыс таппасқа деп. Яғни интернеттің қыр-сырын неге үйренбеске деп. Содан мен өзім іздене бастадым. Іздегенге табылар демекші, осы быть делать иметь командасын кезіктірдім. Және де бұл командаға келгеннен кейін мен интернетте қалай жұмыс жасау керек екенін үйрендім. Яғни стартап школадан өттім. Әлі де үйренетін жайттарым, нелерім көп әрине. Сол себептен адам деген өмірінде іздену үстінде болу керек. Яғни біз үйреніп отыруымыз керек әрдайым. Сол себептен осы командаға келіп, мен өзімді таптым десем де болады. Жаңағыдай быть делать иметь командасынан мен интернеттің қыр-сырын үйрендім, қалай жұмыс жасау керек, адамдармен қалай жұмыс жасау керек екенін, және де жаңағыдай социальный сеттермен қалай жұмыс жасау керек екенін үйрендім. Міне мен сияқты осындай аналар болса, қалай интернеттен жұмыс істесем болады, және де бір сарапшы маман иесі болу керек қой деп ойлап отырған аналар болса, онда ойларыңызды өзгертулеріңізді сұраймын. Және де менің командама қосылуларыңыз келсе, мен сіздерді шақырамын өз командама. Және де сіздерге де қалай интернетте жұмыс жасау керек екенін жолдарын көрсететін боламын. Бізде мысалы бір жұмысқа орналасқан кезде көбісі ойлайды, интернетте сарапшы маман болу үшін жаңағыдай интернетте сарапшы маман болудың қажет жоқ. Себебі мысалы сіз бір жұмысқа орналасқан кезде сіз бірден опытный адам болып кетпейсіз ғой. Бірінші жай үйренесіз, күнде бір нәрсені үйреніп отырасыз. Сол сияқты интернетте де бізге келгенде сіз күнделікті бір нәрседен үйреніп отырасыз. Солай уақыт өте келе бір жаңағыдай жақсы бір сарапшы маман иесі болып шығасыз десем қателеспеймін. Мінекей достар, сіздерге осы ойыммен сіздермен бөліскім келді. Менің видеом ұнаса лайк басыңыздар, және де сіздерге пайдалы болса комментарияларыңызды қалдырсаңыздар болады, және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, келесі видеода кездескенше.